Ол кезде қыздардың ешқайсысы, тіпті әйгілі әкім ояздардың өздері де әріп танымайтын. Дегенмен әдепсіз әңгімелерді және балағат жырларды құпия тыңдауға жаны құмарлар көп еді. Үлкен сарай маңында ондайлар болып тұратын. Бірде 16 жасар сауатты Жан атты ханшайым өз бөлмесінде құрбыларына Ибн Миназирді оқып отырды. Бір кезде оқып отырған сатирасын аяқтауға шамасы келмей, жібектей қағаз парағын әдемі үстелге тастай салды да, нәзік саусақтарымен диванның екі шетінен ұстаған қалпы күлкіден тұла бойы селкілдеп кетті. Мөлдіреген қарақат көзінен жас аққанша күлді. Ой, ішегім қатты-ау, күлкіден өлердей болдым. Тыңдап отырған басқа үшеуі де күлкіге тұншықты. Сақтиян сататын саудагердің қызы, тығыршықтай толық Фатима күле-күле кілемге сырғып түсті. Адмирал Ибн Табанның бойшаңда ашаң жүзді қызы Зараның сылқылдай қол шапалақтағаны сонша, бөлменің алыс бұрышында торда отырған үнді тотысы мазасызданып, қырылдақ дауыспен «Бісміллә, бісміллә» деп айқайлап жіберді. Бәрінен де қатты күлкіге басқан қазының тентек қызы Злиха болды. Ол шалқасынан түсіп, жұмсақ жерін қызыл бұрыш күйдіргендей күн қаққан аяғын ербеңдете армансыз-ақ күлді. Шолжаң қыздың аяғына киген алтын сақинасындағы асыл тас изумрудтың көк жасыл ұшқыны жалт-жұлт етеді. Сотанақ қыз Құранның олар аяғын ашпайтын, бұттарын ашпауы керек деген сүресін де естен шығарды. Бірақ бұттары ашылып қалды. Өйткені Харун әл-Рашид заманында парсы қыздары ғана дамбал киетін, ал бұл қыздардың төртеуі де араб қыздары болатын. Төртеуі де жұп-жұқа Египет бөзінен тігілген іш көйлекпен отыр, ал көзін ашар адам оларды мүлде жалаңаш екен деп ойлайтындай. Бағдатта жаздыгүн кеште сы, ал Сирия шөлінің ең шетіндегі Анақ қаласының кештері одан да қапырық болды. Бөлмелерінің терезелері рас сарай бағына қарағанды. Күн сәулесі Жан ханшайымның бөлмесіне тікелей түспегенмен, жазда онша салқын бола қоймайтындай еді. Осы кеште көңілді құрбылар әбден ыстықтап, күннің аптабы өз алдына олар оқыған кітап әсерінен онан әрі өртене түсті. Ханшайым жыр оқуды аяқтап, меруетпен әшекейленген сандықтан қызыл сақтиян мұқабалы қалың қолжазбаны алды. Бұл кітап Жан ханшайымның және оның құрбылардың сүйіп оқитын кітабы, парсының жақында ғана араб тіліне аударылған Хизар Эфсане мың хикаясы еді. Жанның әкесі Акбар әмір өткен жылы осы кітапты халифтің өзінен сыйлық қалған болатын. Бағдаттан қайтып оралған соң бұны кітап құмар қызына берген еді. Әмірдің өзі де кітап дегеннің өте қасиетті зат екенін, оны оқу керектігі қажет екенін жақсы білетін. Бірақ кітап оқуға оның өз басының бүкіл өмір бойы мұршасы болмай-ақ қойды. Жас кезін византиялықтармен болған ұзақ соғыста өткізді. Парсының баукеспе қарақшыларын құртумен жүрді. Бағынбайтын қайсар армяндармен соғысты. Қайда, қашан, кіммен соғысқанында қазір анық оның есінде жоқ. Бұдан кейін шет мемлекеттерде елшілік қызмет атқарды. Франктардың королі ұлы Карлге барып қайтты. Тынымсыз Анақ эмиратын басқарды. Оның шаруасы әркезде-ақ басынан асып жататын. Сарайда кітап оқып беруші, араб тілін өз тілінен жақсы білетін ақ сақалды парсы кітапханашы әмір жұмыс бөлмесіне өте сирек шақыратын. Қысқасы, әмір қызына қандай кітап әкеліп бергенін білуге құштарланбаған еді. Парсы кітабының мынадай ерекшелігі бар еді. Оның бірнеше бетін оқығаннан кейін қыздардың екі беті алаулап, бүкіл денесін жалын шарпитын. Хизар әфсанеде суреттелген қара сақалды көркем жігіттерге жанаса, жабыса түсуге құмартатын. Ол кітапты тыңдаушылардың тынысы тарылып, мазасызданған көздері ұшқын шашатын. Жан ханшайым 18 жастағы суд сасушы Жүсіп жөнінде әңгімесін оқып отыр. Жүсіп көркем де өжет, бірақ кедейліктен үйлене алмаған жалғыз жігіт еді. Жас жігіт олай шыдайды, бұлай шыдайды, ақырында бір жолы әйел киімін киінеді де құрметті қазының гаремінде қалып қояды. Ал гаремде қазының жап-жас 12 әйелі зарығуда болатын. Қазы оларды аймалап, разы етіп, мауқын басып қайтуды қаншама ойласа да бара алмай жүрген. Гаремде жасырынып қалған Жүсіп 8 сұлудың сусынын қандырып, енді 9-шысына кірісе бергенде
деген жеріне келгенде ханшаның балқып кеткені соншалық тіпті үстіндегі күн көрген көйлегін шешіп лақтырып жіберді. Күнге күйген сымбатты денесінде бір қатар алқызыл ірі інжу моншақ қана қалды. Әңгіме тыңдап отырған үш қыз да анадан туғандай болып шешінді. Осындай қалыпта Жүсіптің көкей-тесті ләззатын сезіну көңілдірек көрінді. Бірақ жан мен тәнді қабат шарпыған жалын басылатын емес. Бөлмені жас әйелдің тер иісі қаптап кетті. Ет жеңді Фатиманың көзі жұмулы, басы шайқалып кеткен, ышқына ыңырсиды. Қыздар тағы да сыңғырлай күлді. Осы бір аңашақ кеш ұзақ күлкімен өтті. Қараңдар, қараңдар, Жүсіптің тағы бір әйелі жатыр. Фатима, байқа, су тасушы тоқып қойып жүрме. Әрі қарай оқшы, әрі қарай. Жан оқиғаның бірінің артынан бірін оқыды. Кешкі аспан қызғылт сары тартып, бөлме ішіне түсіп тұрған көк жасыл сәуледе бірте-бірте күңгірттенді. Қағаз бетінде әрбір өрнектері, нүктелер мен ілмектер көрінбеуге айналды. Ханшайым бір тарауды әзер аяқтады да кітаптың бетін жауып, оның сақтиян мұқабасын емірене сипады. Жарайды, жетер енді. Жоқ, жарық жаққыз, тағы да оқы. Жарық қазір жағады, бірақ ары қарай оқымаймыз. Түнімен ұйықтай алмаймыз ғой. Оған неге соншама қайғырасың? Қайғырмағандашы. Фатима арықтап кетсе қайтеміз? Қараңдаршы, арықтай бастапты. Жан ханшайым саудагер қызының шыңғырғанына қарамай құшақтай алды да қолтығынан қытықтай бастады. Ал Злиха мен Зара оның аяқтарына жармасты. Бөлмеге шам алып кірген күтуші канизак әйел кілем үстінде ұмар-жұмар болып күлкіге көміліп жатқан жалаңаш денелерді көріп, қолтығы мен табанына және басқа да қытығы көп жерінен қытықталып жатқан ышқынған, бұлқынған Фатимаға қарап өзі де күлкіге батты. Бөлмеге үстіне етегін алтын зермен көмкерген ақшыл көк жібек көйлегі бар тағы бір әйел келіп кірді. Толық жалпақ бетті, көкшіл көзінің жиегінен аздап әжім байқалады. Ашық күлгін орамал астынан көрінген ақ сары шашы солтүстіктен жат жұрттан екенін аңғартады. Ауыр күміс патнос көтерген қолдары арабтардікіне ұқсамайды, саусақтары қысқа, топ-толық салмақты қолдар. Қабағы түйілі болғанмен өзін күлкіден әрең ұстаған ол патносты ақырын ғана үстел үстіне қойды. Қабағын қаттырақ түйіп, қатуланған жүзбен тырбыңдап алысып жатқан жалаңаш қыздарды сүйрелеп ажыратуға кірісті. Ой, ұятсыздар, Жан, әкең келе жатыр. Тәтей, алдама, 3 күн бойы болмаймын деп менімен қоштасып кеткен еді ғой. Жан ханшайым кілем үстінен қарғып тұрды да егде тартып қалған күтуші әйелді құшақтап алды. Тәтей, кешкі асты қазірше қайтып алып кет. Біз ең алдымен шомылып алайық. Ал кім тез жетеді? Кеттік. Қыз анадан туғандай қалпы алебастрдан салынған терезеге қарғып шықты да бақ жаққа секіріп түсті. Зара мен Злиха ханшайымнан аздап қана кейін қалды. Фатима ғана ең соңында ыңғайсыз қимылдап, жайлап терезеден түсіп жатты. Бақ ішінде шолпылдаған су тамшылары күмістей жылтырап жатты. Түнгі гүлдердің қош иісінен бас айналғандай. Жалаңаш қыздар ер адамдармен ұшырасып қалармыз деп қорықпай-ақ мәрмәр хауызға қарай жүгірді. Биік қабырға мен қоршалған бақтың бұл бөлігі әйелдерге арналған еді. Сарай күзетшілері де, қызметші, күтуші ер адамдар да мұнда кірмейтін еді. Әтектер ғана кездесіп қалуы мүмкін, ал әтектің еркекке есептелмейтінін қыздар кішкентай кездерінен білетін еді. Қыздар кешкі асты аласа үстелде кілем үстіне төселген сақтиян жастықтарға отырып ішті. Тазарған жас денеге Египет матасынан тігілген жұқа көйлектен салқын леп өтіп рахаттандырып отырды. Қой етінен жасалған майлы да үгіліп тұрған палауға сасақтарын салып жеді. Палаудан кейін кестелеген жалпақ орамалға қолдарын сүртіп, артишокқа кірісті. Оның қалың да дәмді жапырақтарын әдеттегідей қайырған майға матырып жеді. Түбіртегін асықпай шайнап отырды. Бұдан кейін тәтесі эмаль жалатқан күміс табақты толтырып жеміс әкелді.
Табақтың ортасында иісі аңқыған қауын тіліктері, оның айналасында ерте пісетін жұқа қабықты апельсин, күлгін күрең қара қошқыл жүзім шоқтары, бүкіл ана ғимаратында сирек кездесетін жақұттай сарғыш түсті құрма жемістері, үлкендігі ересек адамның жұдырығындай уылжыған шабдалылар салынған. Жанның достары өз үйлерінде түрлі дәмді тағамдарды аз жеп жүрген жоқ, бірақ сарайға баруға жиналған сайын сарайда өздерін қандай аспен сыйлайтынын ойлап қуанатын. Оларға әсіресе кофе ұнайтын, оны Аравиядан жаңа ғана әкеле бастаған кез еді. Оны дайындай алатындар кем-де-кем болатын. Әмір кофесінің иісі тіпті көктемде, жазда және күзде бақта өсетін гүлдердің қош иісін басып кететін. Мұндай кофені ішкеннен кейін көңілің көтеріліп, жаның жай табатын. Әсіресе пальма шарабы үлкен шаттыққа бөлейтін. Ал жүзім шарабын ішуге пайғамбар қатал тыйым салған. Оны ішетіндер кәпірлер мен ақындар ғана. Кәпірлердің аты кәпір, ал ақын дегендердің маскүнем, бұзылған жандар екенін елдің бәрі біледі. Құранда пальма шарабы жайлы еш нәрсе айтылмаған көрінеді. Әр жолы жеміс әкелгенде тәтесі қаз мойын әсем құмыраны бірге ала келетін. Ол құмыра бір кезде Кордовадан әкелінген болатын. Солғындау көк фаянстың сырты түгел алтынды, ақ түсті неше түрлі өрнек еді. Бұл құмыраны халифтің өзі көрсе де қызығатындай болатын. Қыздарға құмыра таңсық нәрсе емес еді. Оларды қызықтыратыны оның ішіндегісі сап-салқын, аздап қыздырып, жаныңды рахатқа бөлейтін сусыны еді. Одан бір-екі кесе ішкеннен кейін-ақ көңілді ойлар бірін-бірі қуалап, Ефраттың ақ қанат құтанындай самғайтын. Кешкі астан кейін 4 қыз диванға жайғасып отырды. Олар іштегі сырларын ақтарып әңгімелескісі келді, шамды сөндіріп қойды. Жүзім пердесінен ашық аспан жиегі көрінеді. Пальманың желпуштей жапырақтары арасынан жыраулар жұлдызы Вега күмістей жалтылдайды. Бақта түнгі шегіртке жырлайды. Ефрат жақтан араб сыбызғысы, найдың үні естіледі. Оның сазын ажырату қиын. Ауық-ауық өзен жақтан түнгі самал соққан кезде найдың үні ұлғая, айқындала түседі. Қыздар оны құлақ қойып тыңдап отыр. Қандай жақсы ойнайды? Я, тамаша. Бұл кім болды екен? Біздің анақта мұндай ешкімде ойнай алмайтын еді ғой. Нағыз бұлбұлдың өзінде, я? Бір кезде сыбызғы үні басылды. Аздан соң басқа әуен қайырмасы түрлене құйылған, созып айтылатын қайғылы әуен естілді. Тұра тұрыңдар, я, мен танып отырмын деп Злиха басын изеді. Бұл Жафар болуы керек сірә. Ол кім еді? Жас па? Я, жас адам. Әдемі ме? Әдемі болғанда қандай, күн сайын қасымыздан өтеді. Сұңғақ бойлы, көркем ақ, 18 жаста. Жүсіп сияқты екен ғой. Я, бірақ ол Жүсіптен де кедей. Әкесі де, шешесі де жоқ. Ол тастанды. Оны нәресте кезінде Апсақта фонтанның қасынан тауып алыпты. Сен мұның бәрін қайдан білесің? Біздің үйдегі кір жуатын әйел айтты. Бейшараның ештеңесі жоқ. Жалаң аяқ жүреді. Мүлде жалаңаш деуге болады. Сыбызғы тартады. Өздерің естіп отырсыңдар ғой қалай ойнайтынын. Қыздар үнсіз қалды. Сірә музыкант сарай маңына жақындаған болуы керек. Найдың үні таза, айқын естіле бастады. Сыбызғы үнінен сөзбен айтып жеткізуге болмайтындай, жақсылық тілеп, мұңын шаққандай тәтті де зарлы саздар естіледі. Қыздар сиқырлы әуенді түннің бір мезгіліне дейін рахаттана тыңдады. Бөлме ерекше бір салтанатты тыныштыққа бөленген. Тек анда-санда тотығыс қана үй ішігінде қимылдап қояды. Жанның құрбылары әдеттегідей қонып қалды.
Олардың қасында ілесіп жүруші канизак әйелдер де сарайда қонды. Қыздар тағы да анадан туғандай шешініп, екі-екіден жатты. Осылай жатқан қызық қой. Жан мен Зылиха, Зара мен Фатима құшақтасып жатты. Қанша ұзақ уақыт бойы ұйықтай алмады. Қасындағы қазы қызының жастыққа тұмсығын тығып ұйықтап қалғанына көп болды. Оның жайылған шашынан райхан майының жағымсыз иісі сезіліп тұрды. Жан ханшайым шалқасынан түсіп терезеге қарап жатты. Түнгі аспанда жеті қарақшы ақырындап аударылып түсті. Оның алтын ожауы бірте-бірте жүзім жапырақтарының тасасына еніп ғайып болды. Ал құйрығындағы 3 жұлдызы әлі көрініп тұр. Соңынан санағанда екіншісінің үстінде өте кішкентай жұлдыз темір қазық болатыны ханшайымның есіне келді. Ол жұлдызды тек жас та өткір көздер ғана көре алады. Соның өзінде бәрібір ажырата алмайды. Жан жұлдызды жақсылап қарау үшін сейсепті сырғытып тастады да еппен басын көтерді. Темір қазық жылт-жылт етіп әсер байқалады. Бұдан 30 жыл өткеннен кейін оны ажыратып көре алмайтынын ойлады. 30 жыл деген көп қой, мүмкін оған жете алмай өліп қаларсың, ал кемпір болған соң өмір сүру керек пе? Ол орнына қайта жатты. Досын құшақтап оған жабыса түсті. Осылай ұзақ жатты. Кейін керемет те ғажап оқиғалар болды. Бір кезде қара шашты жас жігіт ашық тұрған терезеден қарғып түсті. Беліне байлаған ешкі терісінен басқа үстінде лыпа жоқ. Жалаң аяғының дыбысы кілем үстінде мүлде естілмейді. Жан біресе ұялады, біресе қорқады, біресе шаттанады. Жас жігіт диванға таяп келді де еңкейіп, оның төсін емірене иіскей бастады. Қыз жан сыздатар сағыныштан, рахаттан, бақыттан тұншыққандай күй кешті. Жас ұланның өрттей қолдары жанды аймалап құса түсіп, ернімен біресе қыдықтап, біресе күйдіре сүйеді. Жанның соңғы демі таусылар емес, ал рақатының ақырғы сәті таяу. Ертеңіне жан өзінің түсі жөнінде ешкімге тіс жарып айтқан жоқ. Достарымен бірге қалың жасмин қоршауында қауызға тағы да шомылды. Бұдан кейін 4 қыз көйлектерінің сыртынан жеңіл жібек шапан киді де маңғаздана тізіліп диванға отырды. Осы қалпында мәзіннің азан шақыруын күтті. Олардың білезіктері, аяқ білезіктері, жан ханшайымның жақсы көретін інжу жібімен бірге үстел үстінде жатты. Намаз кезінде мұсылман әйелдерінің денесінде ешқандай әшекей зат болмауы керек. Азан үні гарем бөлмелеріне әсер естіледі, ал қыздар оның сүресін жатқа білетін. Олар қолдарын кеудесіне қойып, бастары салбыраған күйі сүрелерін қоңыр үнмен қайталап айтып отырды. Алланың жалғыз екеніне, одан асқан Құдай жоқ екеніне куәлік етемін. Мұхаммед пайғамбардың Құдай жіберген өкіл екеніне шек келтірмеймін. Бұл Қыжраның 2019 жылы христиандар пайғамбары туғаннан бергі 802 жыл еді. 1 бөлімнің соңы.